Клан Сопрано, Тони Сопрано, болмаса Сопранос. Серия Тони Сопраноның психотерапевт доктор Мелфиге баруын жалғастырумен басталады. Бірінші сериядағы паникалық шабуылдардан кейін ол өз жағдайын түсінуге тырысады. Бірақ Тони әлі де өзін толық ашпайды, ол тек сырттай сабырлы көрінуге тырысады. Оқиғаның негізгі желісі Тонидің анасы Ливиямен қарым-қатынасына байланысты өрбиді. Тони анасының жалғыз тұрып жатқанын және оның жағдайы нашарлап бара жатқанын түсінеді. Сол себепті ол анасын қарттар үйіне орналастыру туралы шешім қабылдайды. Алайда Ливия бұл шешімді өте ауыр қабылдайды. Ол өзін тастап кеткендей сезінеді және ұлына ренішін ашық айтпаса да суық мінезімен білдіреді. Осы сәттен бастап олардың арасындағы қарым-қатынас одан сайын шиеленісе түседі. Параллель түрде Тонидің мафиядағы өмірі де көрсетіледі. Ол өз адамдарымен кездесіп, бизнесті бақылауда ұстап, беделін сақтауға тырысады. Және сонымен қатар, оның ағасы Джуниор да ықпалын күшейткісі келеді. Бұл болашақтағы қақтығыстардың белгісі ретінде беріледі. Тонидің үйдегі өмірінде де өзгерістер байқалады. Кармела Тонидің көңіл күйінің тұрақсыз екенін сезеді, бірақ оның шынайы мәселелерін толық түсінбейді. Балалармен қарым-қатынасы да күнделікті өмірдің бір бөлігі ретінде көрсетіледі. Бұл Тонидің қос өмірін айқынырақ ашады. Серия барысында Тони анасын қарттар үйіне орналастыру мәселесін шешуге тырысады. Бірақ бұл шешім оның ішкі күйзелісін күшейтеді. Ол өзін дұрыс әрекет жасап жатырмын деп ойлайды, алайда эмоционалды жағынан бұл оған өте ауыр тиеді. Доктор Мелфимен кездесулерде Тони біртіндеп өзінің балалық шағы мен отбасылық қысымы туралы айта бастайды. Бұл диалогтар оның мінезінің қалыптасуына отбасының үлкен әсер еткенін көрсетеді. Серияның соңына қарай көрермен Тонидің өміріндегі негізгі проблема тек мафия емес, оның отбасы мен өткен естеліктері екенін түсінеді. Екінші серия оқиғаны баяу дамытса да, болашақтағы үлкен драмалық оқиғалардың негізін қалап, кейіпкерлер арасындағы шиеленісті тереңдете түседі.